Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өте оңай жасалынатын әрі ескі загулкадан осындай жаңа загулка түрін жасап көрсетемін. Қыздарыңызға немесе сіңілдеріңізге жасап берсеңіздер өте әдемі әрі сәнді көрінеді. Яғни үй жағдайында осылай ескі загулкадан әдемі загулка жасап көріңіздер. Егер ұнаса, видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар осындай ескі загулкамыз, кез келген түрі, түсі бола береді. Және де қалып қойған фетр матасы, тастауға асықпаңыздар. Осындай загулкаларды тоқыған кезде қажет болып қалады. Және де моншақ, 3 моншақ кез келген түрін, түсін қолдансаңыздар болады. Яғни көлеміне қарай үлкенін де қолдана берсеңіздер болады. Және де 2 түсті пайеткиді қолданамын. Өз фантазияларыңызға қарай, идеяларыңызға қарай, түсіне қарай қолдана бересіздер. Және де леска, егер леска жоқ болса, бисердің инесін бисердің жібін қолдансаңыздар болады. Ине және қайшы қажет. Дайын болсақ, бастайық. Алдымен загулкамызды фетрге бастырып шығамыз. Размерін, яғни көлемін. Одан кейін дәл осылай 2 рет бастырып шығамыз, яғни біреусі беткі жағына, біреу астыңғы жағына 2 фетр дайындап аламыз. Бас жағынан осылай жатқызып сызып аламыз да, одан кейін төменгі жағын бастырып шығамыз. Дәл мен сияқты жасап шығасыздар. Осылайынан дайындап шықтық. Енді екіншісінде дәл солай сызып дайындап аламыз. Бас жағынан бірінші бас жағын сызып, одан кейін төменге қарай екінші жағын сызып дайындап аламыз. Енді загулкамызды тігіп бастаймыз. Лескамызды инеден өткізіп аламыз. Барынша ұзынырақ қылып алғандарыңыз дұрыс. Бас жағын ұшын түйіндеп аламыз да. Фетрге сызып алған загулкамыздан енді төменнен жоғары қарай инемізді өткізіп аламыз. Енді төменгі жағынан бастаймын. Мен ең бірінші төменнен жоғары қарай дәл ортасынан осылай өткізіп шығамын. Одан кейін алдын ала дайындап алған моншақтарымызды төменге қарай бағыттап фетрге жақындатамыз да, енді осы моншақты фетрге тігіп шығамыз. Ол үшін енді екінші жағынан өткізіп шығамыз инемізді, қаттырақ тартып. Сол үшін де фетр, яғни қалыңырақ фетр болғаны дұрыс, тіккенге ыңғайлы. Енді сол алынған моншақтың жанынан айналдыра гүлімізді тоқып шығамыз. Ол үшін осылай төменнен жоғары қарай инемізді моншақтың жанына қарай алып, төменнен жоғары қарай, яғни өткіземіз. Енді 3 пайеткиді аламыз. Гүл жасау үшін осылай 3 пайеткиден алып отырамыз. Егер қалыңырақ дәу гүл болсын десеңіз, 4-5 пайетки алсаңыз болады. 3 пайеткиді алдық, фетрге жақындатамыз да, тура дәл моншақтың жанынан төменге қарай бағыттап инемізді өткізіп аламыз. Қарап отырсаңыздар, міне менің лескам осы ар жақта, яғни моншақтың арғы жағынан шығып тұр. Енді дәл моншақтың жанынан төменге қарай бағыттаймыз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Дәл осылай айналдыра гүл тоқып шығамыз. Енді пайеткидің дәл қасынан инемізді қайтадан жоғары қарай бағыттап алып шығамыз. Дәл қасынан алғандарыңыз дұрыс, алысырақ алсаңыздар гүліміз онша шықпай қалады. Енді тағы да 3 пайетки аламыз. Фетрге қарай жақындатамыз. Енді моншақтың түбінен төменге қарай бағыттап өткізіп шығамыз. Енді пайеткиміздің жанынан инемізді жоғары қарай бағыттап қайтадан өткізіп аламыз. Одан кейін тағы да 3 пайеткиді алып, гүлімізді ары қарай осылай жасай береміз. Достар, кез келген негізінде пайеткидің түрін қолдансаңыздар болады. Бұдан мен жасап жатқан пайеткидан да кішкентай пайеткилар бар. Солармен жасап көрсеңіздер, гүліміз өте әдемі шығады.
Енді ары қарай жалғастыра береміз. Осылай жоғары қарай пайеткидің жанынан өткіземіз. Жоғары шығып аламыз да тағы да 3 пайетки аламыз. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Дәл осылай мен сияқты жалғастыра бересіздер. 3 пайеткидан алып, енді моншақтың жанынан, дәл жанынан төменге қарай бағыттаймыз. Жоғары қарай пайеткидің жанынан қайтадан инемен өткізіп шығамыз. Яғни достар, дәл осылай айналдыра тоқып шығамыз. Ең соңғы пайеткиға келген кезде мен сіздерге қалай ары қарай жалғастыруды көрсетемін. Мінекей достар, менде осындай гүл пайда болды. Сіздерде де дәл осындай болды деген ойдамын. Енді өз фантазияларыңызға қарай ары қарай әсемдеп, сәндеп аласыздар. Мен дәл ортасына екінші фиолетовый түсті пайеткидан тағы да бір гүл жасап, жоғары жағына сұр түсті пайеткидан тағы да бір гүл жасаймын. Яғни барлығы 3 гүл болады. Енді фетрден төменнен жоғары қарай инемізді қайшымен кеспей осылай жалғастыра береміз. Төменнен жоғары қарай фетр матадан өткізіп аламыз. Ары қарай моншағымызды өткізіп аламыз. Дәл алдымыздағы бірінші гүлді жасаған сияқты екінші гүлді де солай жасап шығамыз. Қазір мен сіздерге 1-2 пайеткиді қалай жасауды көрсетіп шығамын. Енді жоғары қарай инемізді өткізіп аламыз. Одан кейін 3 пайеткиді аламыз. Менде енді фиолетовый түсті пайеткиді қолданамын. Моншақтың түбінен өткіземіз төменге қарай. Одан кейін жоғары қарай дәл пайеткидің сол төмен жаңағы алынған 3 пайеткидің жанынан қайтадан жоғары қарай шығамыз. Сосын тағы да 3 пайетки алып төменге қарай моншақтың жанынан өткізіп аламыз. Яғни достар, дәл осылай жалғастырасыздар. Өзіміздің гүліміз пайда болғанша осылай соңына дейін 3 пайеткиді алып отырып жалғастыра бересіздер. Мінекей екінші гүлімізді де тоқып алдым. Енді үшінші гүлді де жоғарғы жағына дәл осы 2 гүл сияқты тоқып аламын. Ортасынан моншақты өткізіп аламыз да пайеткиді жанынан гүл етіп жасай береміз. Енді үшінші гүлімізді де дәл солай жасап шығамыз. Өз идеяларыңызға, фантазияларыңызға қарай осылай сәндеп алсаңыздар болады. Мүмкін тек бір ғана гүл жасап көрсеңіздер де болады. Яғни өз идеяларыңыз, өз еркілеріңізге қарай жасап тоқып аласыздар. Үшінші гүлді де дәл солай жасап шығамын. Достар, мен үшінші гүлді де тоқып алдым. Осындай әдемі болып шықты. Енді артық жібімізді 2-3 түйіп байлап алып, артық жіпті кесіп аламыз. Дәл мен сияқты лескамызды немесе жіппен тоқысаңыздар жібімізді 2-3 түйіп байлап алып, артық жіпті қайшымен кесіп аламыз. Енді біз дайын болған загулкамызды фетрден осылай кесіп аламыз. Алдында дайындап алған, сызып дайындап алған загулка бойынша емес, мынау пайеткидан дайын пайетки бізде шетіне шығып кетеді. Сол пайеткидің көлемі бойынша осылай қайшымен кесіп аламыз. Дәл мен сияқты осылайынан кесіп шығасыздар. Түзулеп, әдемілеп кесіп алдық. Енді екінші загулкамыздың бастырып алған сызығы бойынша оны да осылай кесіп шығамыз. Ол бастырып кесіп дайындап алған сызық бойынша емес, кішкене ғана сызықтан алшақтау етіп кесіп аламыз. Фетрімізді кесіп дайындап алдық. Енді загулкамызға бекітеміз. Ол үшін загулканың ашылып жабылатын төменгі жағындағы жерін фетрге осылай
ручканың көмегімен сызып аламыз қай жерде тұрғанын. Одан кейін сол сызып алынған жерден кішкене ғана етіп қайшымен кесіп аламыз. Қаттырақ кесіп жібермеңіздер, үлкен дәу болып кетеді. Тек загулкамыздың темірі сыйса болғаны. Осылай кесіп аламыз да енді загулкамызды ашып, осы кесіп алған жерден осылай өткізіп шығамыз. Мінекей осындай болып шығады. Енді беткі бетін екеуін қосып тігіп шығамыз. Енді екі фетрді бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Ол үшін осындай жіпті лескамызды өткізіп, сабақтап дайындап аламыз. Беткі бетіндегі фетрден өтіп, бисердің кез келген бисер бола береді. Түсін өздеріңіз таңдап аласыздар. Одан кейін осылай бір бисерді аламыз да екі фетрді бір-біріне қосып, сол алынған бисерден жоғары қарай қайтадан шығамыз. Тағы да қайталаймыз, бір бисер аламыз, екі фетрден өткіземіз, сол алынған бисерден қайтадан жоғары қарай шығамыз. Бір бисер аламыз, екі фетрді қосып тігеміз де алынған бисерден жоғары қарай қайтадан шығамыз. Осылай жалғастыра бересіздер. Тағы да бір бисер аламыз. Одан кейін екі фетрді қосып тігеміз де сол алынған бисерден жоғары қарай қайтадан шығамыз. Тағы да бір бисер алып, екі фетрді қосып тігеміз, сол алынған бисерден жоғары қарай қайтадан шығамыз. Осылай қайталай бересіздер. Соңғы бисерді аламыз. Осы бисер екі фетрді қосып тігіп шығамыз. Одан кейін келесі тұрған бисерден өткіземіз. Одан кейін тағы да бисерден өткізіп, енді жібімізді сабақтап, артық жібімізді кесіп тастаймыз. Ол үшін осылай тұрған фетрлерден көрсетпей, білдіртпей өткізіп шығамыз. Осылайынан ортасынан, гүлдердің ортасынан өткізіп шығасыздар. Енді артық жіпті кесіп тастаймыз, яғни 2-3 рет түйіп байлап аламыз. Одан кейін артығын кесіп тастайсыздар. Сонымен біздің загулкамыз дайын. Ал достар, мінекей осындай әдемі загулкасы шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген әдемі бұйымдарды бірге жасайтын боламыз.